Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Сабағымызды бастамас бұрын өздеріңнің сүйікті кейіпкерлерің Алан мен Қозықа жайындағы мульттоптаманы тамашалайық. Тастан тасқа секіруден жарысайық. Міне, мынадай тастарға осылай, сосын бұлай. Көрдің бе, керемет емес пе? Керемет, тақ-тақ етеді. Хоп, ой. Жасырынбақ ойнайықшы. Жарайды, ойнайық. Бірақ мен бірінші жасырынайыншы. Жарайды, сосын мен. Келістік. Ал, Алан, көзіңді жұм да сана. Мен кеттім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, ой, ой. Алан, енді не істейміз? Қозықа, қаш! Құтқарыңдар! Қаш, шығыр, Қозықа, шығыр дейм, Қозықа! Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Қозықа, қорқма, көзіңді аш. Аналар қайда? Балалар, сендерге мульттоптама ұнаған болар деп ойлаймын. Ендеше осы мульттоптамаға оқиғаға қатысты төменде сөздер берілген, сол сөздерді оқиық, сұрақ қояйық. Секірді, жарысайық, ойнайық, жасырынайын, жұм, сана, қорықты, жүгірді, құлады, қорқытты, қашып кетті. Не істеді? Секірді, қорықты, жүгірді, құлады, қорқытты, қашып кетті. Не істейік? Жарысайық, ойнайық. Не істейін? Жасырынайын. Не істе? Жұм, сана. Ендеше бұл сөздер заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Олай болса, бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Мысалы, оқыды, жүрді, жеді, ойнады, жауды, қонды, айдады. Бұл сөздер заттың қимыл, іс-әрекетін білдіреді. Ендеше осы сөздерге сұрақ қойып қарайық. Ағам не істеді? Ағам оқыды. Айгүл не істеді? Айгүл жүрді. Ешкі не істеді? Ешкі шөп жеді. Бағлан не істеді? Бағлан ойыншықпен ойнады. Жаңбыр қайтты? Жаңбыр жауды. Көбелек не істеді? Көбелек гүлге қонды. Марат не істеді? Марат велосипед айдады. Енді төмендегі суретке назар аударайық. Осы суреттердегі қимыл атауларын білдіріп тұрған сөздерді айтайық. Кәне балалар, бірінші суретке назар аударайық. Қимылды білдіріп тұрған сөз құйды. Екінші суреттегі қимылды білдіріп тұрған сөз суарды.
келесі суреттегі қимылды білдіріп тұрған сөз жасады. Енді осы сөздерге сұрақ қояйық. Балалар не істеді? Балалар ағашқа су құйды. Марат не істеді? Марат жылқыны суарды. Балалар не істеді? Балалар ұя жасады. Құйды, суарды, жасады заттың қимыл іс әрекетін білдіріп тұр. Келесі тапсырмамыз жануардың қалай дыбыстайтынын оқиық. Түйе боздайды, жылқы кісінейді, сиыр мөңірейді, қой маңырайды, ит үреді, мысық мияулайды, қасқыр ұлиды, арыстан ақырады. Боздайды, кісінейді, мөңірейді, маңырайды, үреді, мияулайды, ұлиды, ақырады. Бұл сөздер заттың қимыл іс әрекетін білдіріп, оларға не істейді сұрағы қойылады. Тез ойлап сөз құра. Балалар, мына шарда сендерге әріптер көрініп тұр. Енді осы әріптерді белгілі бір бағытпен оқитын болсақ, заттың қимылын білдіретін сөздер шығады. Кәне, бірлесе отырып, сол сөздерді табайық. Күлді, қосты, барды, орды, ұшты, алды, оқы. Бұл сөздер заттың қимыл іс әрекетін білдіріп тұр. Оларға не істеді сұрағы қойылады. Енді балалар суретке назар аударайық. Күшіктің іс әрекетін білдіретін сөздерді сәйкестендірейік. Ойнады, үрді, күзетеді, секірді, ырылдады. Ойнады, үрді, күзетеді, секірді, ырылдады заттың қимылын білдіреді. Күшік не істеді? Күшік ойнады. Күшік не істеді? Күшік үрді. Күшік не істейді? Күшік күзетеді. Күшік не істеді? Күшік секірді. Күшік не істеді? Күшік ырылдады. Балалар, енді келесі бейнероликке көңіл аударып, назар қойып тыңдайық. Сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой. Кел екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай-күйін білдіріп тұр ғой. Иә. Қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Балалар, сонымен біз бүгін заттың қимыл іс әрекетін білдіретін сөздердің етістік екенін білдік.
және сөздерге сөйлемдер құрадық. Сөйлемнен етістікті тауып, оған сұрақ қойып үйрендік. Ендеше үйге тапсырма алайық. Үйге 5-ші жаттығу, жұмбақты оқып, шешуін табу. Жұмбақта берілген етістіктер қай құс туралы екенін тауып, сол құсты сипаттап жазып келеміз. Сау болыңдар балалар.